2018 жылдың 5 қазанында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына арнаған қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты кезекті жолдауында еліміздің болашағы жастарға айрықша көңіл бөліп, 2019 жыл жастар жылы деп жариялады. Жастар мен отбасы институтын кешенді қолдау мемлекеттік саясаттың басымдығына айналуы тиіс. Жастардың барлық санатын қолдауға арналған шараларды толық қамтитын әлеуметтік сатының ауқымды платформасын қалыптастыру керек. Келесі жылды жастар жылы деп жариялауды ұсынамын. Следующий год объявить годом молодежи и провести мероприятия. У нас есть опыт в этом плане по всем направлениям поддержать нашу молодежь, будущее Казахстана. Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қазақстандық ұлтжандылық қасиетімен, білімділігімен, бәсекеге қабілеттілігімен байланыстыра отырып, елбасы жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында деп ой түйіндейді. Сондықтан да ұстаздардың әл-ауқатын арттырып, тұрмыс сапасын көтеруге бағытталған педагог мәртебесі туралы заң әзірлеп, 2019 жылы қабылдауды тапсырды. Считаю необходимым разработать и принять в следующем году закон о статусе педагога. Осы жолдауда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев орта мектептердің өзінде ақ балаларды қоғамымызда мейлінше сұранысқа ие мамандықтарға бейімдеп, ерте жастан кәсіби диагностика жүргізудің маңыздылығына назар аударды. Әрбір оқушы орта мектепті бітіру қарсаңында өзінің қабілеттілігіне, оқу жетістіктеріне байланысты өз болашағын қандай да бір кәсіппен, мамандықпен байланыстыруы тиіс. Осы орайда білім беру жолындағы мұғалім мәртебесін көтеруге бағытталған мектеп бітіруші жастардың педагог мамандығына қызығушылығын арттыру мақсатында 2019 жылдың 4 наурыз мен 30 сәуір аралығында Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен Алматы қаласы мәслихат депутаты, Көктем Групп компаниясының директоры Әділханов Мұрат Әділханұлының демеушілігімен Алматы қаласындағы 11 сынып бітірушілерінің мұғалім мамандығын таңдаған түлектеріне дәстүрлі Қасыл Қатықбаев атындағы грант байқауы бастауын алған болатын. Ұстаз болу деген бүгінгі күнде ол оңай шаруа емес. Оны бәріміз жақсы түсінеміз. Кішкентай балаларды, біздің балаларымызды өндіріп, өсіріп, соларды оқытып, тоқытып, жол сілтеу. Ол де, мен ойлаймын, еркінің бірінің қолынан келе беретін емес. Сондықтан бойларыңыздағы жақсы қасиет, бойларыңыздағы жақсы білім, бойларыңыздағы сүйіп алған мамандығымыз халқым деп, ерім деп, балаларды ұрпаққа тәрбиелеймін деп алған барлық жан дүниесімен сүйіп алған тіл маманына алған азаматтарымызға мен шексіз рахметімді айтқым келеді. Бұл байқаудың мақсаты мен міндеттері педагог мамандығының мәртебесін көтеру, мектеп бітірушілерінің кәсіби бағдарлануын нақтылау, педагог мамандығын таңдаған мектеп бітірушілерінің сәйкесті пәндері бойынша дайындық деңгейін анықтау, мектеп бітірушілерінің педагог мамандығының қоғамдық жауапкершілігін сезінуіне әсер ету, педагог мамандығының мәртебесін көтеріп, беделін арттыру. Байқау 3 кезеңнен тұрды. Бірінші кезең мектепшілік. Наурыз айының 4 мен 15 күндер аралығында өткізілді. Бұл кезеңде байқаудың мектепшілік ұйымдастыру комитеті мектеп бітірушілердің ішінен педагог мамандығын таңдаған оқушыларды анықтап, оқушылардың оқу жетістіктерін растайтын құжаттарды аудандық ұйымдастыру комитетіне ұсынды. Екінші кезең аудандық. Алматы қаласында 11 сынып бітірушілерінің мұғалім мамандығын таңдаған түлектер арасында өткен байқауға 100-ге жуық үміткер қатысып, өз бақтарын сынады. Наурыз айының 18 мен 28 күндер аралығында ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңа тәртібіне сәйкес қатысушы үміткерлер тестілеуден өтті. Екінші кезеңнің қорытындысы бойынша ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесінен ең жоғарғы балл жинаған қаламыздың 8 ауданнан озып шыққан 5 үміткерден барлығы 40 қатысушы байқаудың қалалық кезеңіне жолдама алды. Үшінші кезең қалалық. 22 сәуір күні байқау салтанатты түрде ашылып, қатысушы үміткерлер педагог мәртебелі мамандық тақырыбы бойынша эссе жазды. Адамзат қоғамындағы педагогтың мәртебесі, болашақ мамандығының ерекшелігін білетін, білім беру саласының бүгінгі жайы мен оның проблемаларынан хабары бар, оларды шешудің қандай да бір жолдарын ұсына алған 25 үміткер екінші кезеңге жолдама алды. Байқаудың соңғы кезеңі
Қазақстанның дамуына қосатын менің үлесім бағытында жобалық жұмыстарын қорғайды. Қатысушы үміткерлердің жобалық жұмыстары олардың қалалық сайыстың бірінші кезеңіндегі өз эссесінде көрсетілген проблемаларды шешу жолдарына арналуы тиіс. Ендеше өмір жолын ұстаздыққа арнағысы келетін жастарға сәттілік тілейміз.